ya, ortadan özümüzge unagan ya, puzzle'dı aşıp, sol puzzle'da berilgen tapsırmalarda orunda bir-birimizge жақсы көмектесіп сұрайтын боламыз. Келесі, ya, бұлай ұмытып сондай. Есен шығарып, бұл есен шығарып, жақсы, первый. Келесі сәнде, ал, Амина, сынға шығарып өткен дейді. Өте жақсы, қазір өтті. Жақсы, тауқандарын қазір бойынша. Мен сені жүз ойлаймын дейді. Қандай жүз ойлаймыз? Бірімізге ең жақын көзге. Анамыз өте жақсы. Алина, первый. Қайсына қайсына? Көңіл базарда шықпа. Ya, al. Алина сенің бауырыңа, қандай болар екен? Ya, не сен көрдіңіз? Алдай болыңдар дейді, ya. Бүгінгі сабақта барлықтарын белсенді қатысып, сабағымыз өте жоғары деңгейде өтсе деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, олай болса бір-бірімізге қол соғып қояйық. Жақсы, отырыңыздар. Осы суреттер арқылы қазір біз сендермен мақал мәтелдің мағынасын табуымыз. Сол мақал мәтелдің мағынасына қарай бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен мақсаттандырылатын болады. Ал суреттерге мұқият қарай, қандай мақал мәтел болуы мүмкін? Кім айтады бізге? Достар айта ғой, орныңыздан тұрып, достар айта ғой. Ya, өте жақсы. Қазір тексеріп көреміз, дұрыс па екен. Келесі суретте Амина қандай ма? Туған жерін аңсайды дейді. Жақсы. Бір жерде, басқа жерде болма, туған жерін аңсайды. Екінші суретте қол ұшағын аңсайды, ағам туған жерін аңсайды. Сен жеріне олай болса, өтесіне туған жердің өсіре деген тақырып өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі және жаңа ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша сызба кестелер жасау. Бұл күнгі біздің сабағымыздың тақырыбымен мақсаты болады. Туған жердің төсінде деген сөйлем қандай мағына береді? Мысалы қойса айтады ғой? Ya, бұл өскен жеріміз жақсы, ya? Бағалау парағын сендерге табыстайын, ya? Бұл сабағымыздың келесі кезеңінде туған жердің төсінде деген мәтінмен танысайық. Осы мәтіннің мазмұны бойынша жұмыс жасаймыз. Адам баласы үшін ең қымбат екен. Оны әр тасы, әр дуада, әр сайы біз үшін ыстық. Мен туған жерім әдемі аяққа қалған дейді. Бұл жер мен үшін өте қымбат. Таңертең шыққанда тау шынар жатап, ана ет жекөне, жазасы жерде жатап, мал жайған кейбіға өз сүйсінбеді. Зайсан көлдің жағалауына орналасқан туған жердің самал жері көл бетін баяу келеді, адамға тыныштық сыйлайды. Кішілерге қамқор болады. Мен осы жерде өсіп, табиғатты сүюді, еңбекті бағалауды үйрендім. Туған жер бізге табиғаттың қасиеті, халықтың салты мен дәстүрі, ұлттың байлығы. Мәтін өте саясаты болады. Мәтіннен не түсінеді, мәтіннен не жайлы айтылған. Ал кім айтады бізге? Мәтіннен не туралы айтылған достар? Жақсы, ya? Адамдардың мінез-құлқы. Бірінші тапсырмамыз мәтіндегі негізгі және жанама ақпараттарды анықтаймыз. Ya? Мәтіндегі негізгі және жанама ақпараттарды. Енді қараңызшы балалар, жалпы біздің қазақ халқының ұлттық құндылықтарына не жатады? Мақал мәтелдер қайда? Ана тіліміз қайда? Қайда? Не көрдіңіз бала? Ұлттық құндылықтарына не жатады? Ұлттық киімдер өте жақсы. Нұрай? Ұлттық ойында керемет. Олай болса балалар, қазір шығып, өзімізге ұнаған бір ұмытылып бара жатқан салт дәстүрімізді таңдап алып, соған байланысты сұрақтар берілген. Алматы деген ұмытылып бара жатқан салт дәстүріміз, яғни кезінде қазақ халқы үйлеріне керемет, ірі тұлға, тәрбиелі, сондай текті адамдар келген кезде, олар қонақ болып кеткеннен кейін, өздерінің кішкентай балаларын сол келген қонақ отырған жерге немесе жатқан төсегіне балаларды ырымдап алматады екен. Ya, Амина, сен қандай атақты тұлғаларды білесің туған жерінен? Ақбота Қайырханова. Қандай ән білеміз? Тарбағатайдың гимніне айналған қандай ән білеміз? Тарбағатай таулары. Тарбағатай.
туған жердің төсінде мәтіннің мазмұны бойынша сызба кесте құрастыру. Осының ішінде сендер чат GPT платформасын қолданатын боласыңдар, иә? Сабақты бекіту үшін мен сендерге қазір ұялы телефондарына Wordle платформасы бойынша тапсырма жіберемін. Бірінші сұрақты былай оқы. Алды жақсы ақыл ұшқан көлін аңсайды. Адам туған жерін аңсайды. Басып көр. Дұрыс, иә? Өте жақсы балалар. Яғни кері байланысты емес, бұл жерде қос-қосық әдісі арқылы өтеді. Егер де барлығы түсінікті болатын болса, ендеше қос-тұмсығымды маған қайтарып беріңіздер. Түсінікті болды ма барлығы? Жақсы балалар. Үлкен рахмет.